Жел электростанциясы желдің кинетикалық энергиясын электр энергиясына айналдыратын құрылғы немесе кешен десек те болады. Оны көбінесе жел турбиналары арқылы жүзеге асырады. Қалай жұмыс істейді десек, ең бірінші жел соғады, екінші турбинаның қалақтары айналатын болады, үшінші бізде айналу генераторын қозғайды, төртіншіден генератор ол бізде электр энергиясын өндіретін болады. Енді жел электростанциясының негізгі бөліктеріне тоқталып кетсек, ең бірінші бізде қалақтар. Желді ұстап айналады ол бізде. Екінші бізде ротор. Ротор дегеніміз ол осы айналатын бөлік. Үшінші бізде генератор. Генератор ол электр энергиясын шығарады бізге. Төртінші бізде мұнара, мынау ұзын тұрған айналыпшы, ол турбинаны жоғары көтеріп тұрады біздегі. Жел энергиясы механикалық энергия. Жел турбинаның қалақтарына соғады. Яғни желдің күші қалақтарды айналдыратын болады. Бұл бізде кинетикалық энергия болады. Яғни айналу кезінде ол ротор болады. Қалақтар роторға бекітілген, сондықтан олар бірге айналады. Және де генераторды айналдыру арқылы, жаңа ротор білік дейді, ротор. Сол арқылы генераторға қосылған. Айналу генератор ішіндегі жаңа магнит пен орамдарды қозғалысқа келтіреді. Соның салдарынан механикалық энергия электр энергиясына айналады. Осы жерде негізгі заң іске қосылатын болады. Әрине ол электромагниттік индукция. Яғни магнит өрісінде қозғалған өткізгіште электр тоғы пайда болады. Электр энергиясын беру өндірілген тоқ трансформатор арқылы күшейтіліп электр желілеріне жіберіледі. Жел неғұрлым қатты болса, энергияда көп өндірілетін болады. Ал егер бірақ ол өте қатты болса, жел турбина қауіпсіздік үшін тоқтайтын болады автоматты түрде.